Ассаламу алейкум арна көрермендері, армысыздар. Біз сіздерге тағы бір қызықты ақпаратты әзірлеп отырмыз. Бұл ақпаратты тыңдамас бұрын біздің каналымызға жазылып, қасында тұрған қоңыраушаны басып қойыңыз. Қырғызстанда енді барлық мемлекеттік қызметші қырғызша сөйлеуге міндеттелді. Қырғызстан президенті Садыр Жафаров барлық мемлекеттік қызметшіні жұмыс барысында қырғыз тілінде сөйлеуге міндеттейтін бұйрыққа қол қойды. Құжатта қай салада мемлекеттік тілде қызмет көрсету міндеттелгені жазылған. Құжат бойынша енді барлық министрлік пен ведомство құқық қорғау органдары, сот, прокуратура, депутаттар, мұғалім мен дәрігер қырғызша қызмет көрсетуге міндетті. Бірлескен және шетелдік ұйымдардың атаулары қырғыз тіліне транслитерациямен берілуге тиіс. Телерадио ұйымдары, оның ішінде жекеменшік ұйымдар, өз бағдарламаларының кемінде 60%-ын мемлекеттік тілде көрсетуге міндетті. Заң бойынша орыс тілі ресми тіл ретінде қолданылады. Қырғызстан өз аумағында тұратын этнос өкілдерінің тілін еркін қолдану қағидатын ұстанады және осы тілдердің дамуына жағдай жасауға кепілдік береді. Әрбір азамат өз ана тілін сақтауға, үйренуге және дамытуға жағдай жасауға құқылы делінген құжатта.